Егер де Google'дегі іздеген фотоларыңыз өзіңізге ұнамаса, қолдан жасап алуға болады. Қалай жасаймыз? Ол үшін мен осы аккаунтыма тіркеліп, лайк басып, және сұрақ қойсаңыздар болады. Ендеше кеттік. Алдымен ChatGPT-ге кіреміз. Кіргеннен кейін амандасып алсаңыздар да болады. Мен осылай жазып жібердім, өзің қалайсың деп, маған қандай жаңалықтар бар деп жазып жіберген. Менде бәрі жақсы дедім, өте жақсы, қуанып тұрмын дейді. Бүгін немен айналысып жатсың дейді. Мені сұрақ қойғым келіп тұр дедім. Ендеше сұрағыңды қой дейді. Қолымнан келгенше жауап берем деп жатыр. Маған сурет салып берші дедім. Қандай сурет салып салдырғың келеді, сипаттап бер деп жазып жатыр. Мен биік таулар, Қазақстанның көк туы, таудың үстінде бүркіт қалықтап ұшып жүр дедім. Одан кейін қазақ жігіті жылқымен, қолында найзасы бар, жауға шапқысы келіп тұр дедім. Тағы да арғай толықтырып жазсаңыздар болады. Маған қазір суретті дайындап жатыр. Міне, сіз сипаттаған сурет бойынша дайын болды дейді. Енді қарауға болады. Мына жерде қазақтың туын әр жерге топтап қойған екен. Біреу жарайды деп жазып жібердім. Бірақ сонда да маған әр жерден қылып беріп жатыр. Пока осы сурет ұнап тұр. Мен күліп жібердім. Күлдіргеніме қуаныштымын деп жазып жіберген екен. Мен жаздым, қасына қазақ киізі жетіспей тұр дедім. Тағы да сурет жіберіп жатыр. Негізі осы ChatGPT-дің ішінде 3 суреттен кейін лимит болады екен. Күніне осындай 3 сурет дайындап береді екен. Осылай жасап бердім.